Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет, дәмді салат дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Барлығын пісіріп алдын ала дайындап аламыз. Ол үшін бізге мына заттар қажет. Піскен тауықтың еті, піскен жұмыртқа, огурцы, жүгері, майонез. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші піскен тауықтың етін сүйектерінен тазалап аламыз. Тазалап болғаннан соң ұзыншалап турап шығамыз. Міне турап болдық. Енді ыдысымызға саламыз. Келесі піскен жұмыртқамыз тураймыз. Бұны да осылай ұзыншалап турап шығамыз. Видеоның соңына дейін міндетті түрде көріп, ұнап жатса, пікір жазыңыздар, каналға тіркеліп алыңыздар. Каналымда неше түрлі салаттар бар, тағамдар бар, пирогтар бар. Пайдаларыңызға жарасын. Жұмыртқамызды турап болдық. Бұны да ыдысқа саламыз. Енді огурцыйды ортасына бөлеміз де, бұны да тілікшілеп турап шығамыз осылай. Майдалап турасаңыздар да болады. Бізге өзімізге осылай ұнайды. Огурцыйымызды турап болдық. Бұны да ыдысқа саламыз. Енді үстіне жүгері қосамыз. Осы салаттан үлкен 2 тарелка салат шығады. Енді майонез қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Осымен салатымыз дайын, дайындалу жолы өте оңай. Дәмі ерекше дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер рахмет. Және де тағы да айтарым, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Қазақша каналға қолдау көрсетіңіздер. Ас болсын.